Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Әулет құпиясы 42-ші бөлімі. Мелек пен Кенжо әлі де Такир Қанжоғұлыдан тығылып отырды. Ал Такир Қанжоғұлы Мелектің жоқ екенін біліп, оның қайда екен адамдарына іздеуге кіргенде, Макинұр мен Назды көріп қалып, Макинұрды итеріп жеріп, Макинұрдың сырқаты ұстап қалды. Ал сол кезде Шағыла келіп қалып, мұнда не болып жатыр дегендей таңдана қарады. Сол кезде жіберіңдер адамдарды, бұл қылмысқа жатады деді. Ешқандай да қылмыс емес, мен өз отбасымды өз еркіммен алып кетіп бара жатырмын деді. Мүмкін емес деді. Сол кезде Шағыла бөлмесіне барғанда Макинұрдың жағдайы ауыр екенін көріп, оны оң жағына қаратып дәрісін берді. Ал Такирдің адамдары Мелекті іздеп тауып кел деп өздері кете барды. Ал сол кезде Кенжо келіп ішке кірмекші болғанда Такирдің адамдары оңбай таяқ жеді де, бірақ өздерінде аямады. Сол кезде біз сендерге көрсетеміз Кенжо деп Такирдің адамдары кете барды. Ал сол кезде Кенжо мен Мелек сыртта қалып ішке кірмекші болды. Сол кезде Мелек Кенжоға өте қатты риза болды. Мықтысың Кенжо деді. Сөйтті де екеуі ішке кіріп Шағылаға кірді. Шағыла оларды қашып кет деп бұйрық берді. Ал Илмаз болса Тоғанға келіп, оған бір бейне таспа көрсетті. Яғни жылыжайға отбасың қайта келді деді. Енді мен сенің де жақын арада туысқаның болам деді. Ешқандай да туысың бола алмайсың. Маған ештеңе болмайсың деп жағасынан алды Тоған. Ал Тоған сол кезде Шағылаға қоңырау шалып, отбасым жылыжайға кетіпті ғой деді. Я, сен сотты ойла, оларды ойлама деді. Мен сотты ойлайтын жағдайда емеспін Шағыла. Тоған солай деді. Бірақ Шағыла оған ұрса сотты ойла деді. Мелек ертең саған сен үшін куәгер болады деді. Ол Мелек Кенжомен қашып кеткен деді. Ал Кенжо болса Мелекті баяғы әкесінен қалған бір жерге алып келді. Ал Мелек ішін көріп бір көлікті көрді. Ішін ашып көрсем бола ма деді. Болады деді. Бұны саған арнап періштенің қанаттары арқылы салған едім деді. Сол кезде Мелек Кенжоны сүйіп рахметін айта бастады. Ал Ламия ханым отбасына ашулы. Сендер деген ұяттарың жоқ екен деді. Осы кезде Синан әкесіне Мелекті қайда құрттың? Мелек қайда деп ашуланды. Мелекті өзімде таба алмай жатырмын деді. Сонда сен Илмаздыға Мелекті бермекшісің бе? Бұл қай сасқаның деп Синан әкесіне қарай ашуланды. Сонда бар билікті Илмазға бермекшісің бе? Менше деді. Ал Гүлсанда Мелектің қайда екенін, оған Илмазға тұрмысқа шыққысы келмейтінін, оның басқа адамы бар екенін айтты. Ал таңертең Мелек ағасына куәгер болу үшін келгенде алдынан әкесі Такир шығып қалды. Сен мұнда не істеп жүрсің деді. Сол кезде екеуі бір-бірін үнсіз қарап, ағама дауыс беремін дегенде Такир Мелектің құлағына сыбырлады. Сот залында барлығы отырғанда Илмаз әкесі мен Тоғанның арасында бір шама жылдан бері дау барын айтты. Яғни мүлік жайлы деді. Сол кезде Шағыла да мүлікке еш қатысы жоқ. Қарындасы Мелек куәгер болсын деді. Сол кезде Тоған Мелекті көріп қатты қуанды. Бірақ Мелек ағасының әкесінің бөлмесіне кетіп бара жатқанын көрдім деп оған қарсы сұхбат берді. Ал оны естіген соны да таң қалды. Ал Тоған түрмеге түскенде артынан Такир мырза келіп, Тоған, мен саған басында айтқан едім деді. Бұл жерден кет Такир мырза деді. Мен саған мынаны бермей, бұл жерден кете алмаймын деді. Оны қағазды алып ашып қарағанда Тоған Мелек пен Илмаздың тойы болатын естігенде қатты ашуланды. Такир мырза, сен мені өмір бойы түрмеде шірт, бірақ Мелекке тиісуші болма деді. Мелектен не ақың бар? Сен өз балаларыңды аямайтын қандай қаншер адамсың деді. Екеуі бір-бірін ұнатқан деді. Өтірік айтпа деп Тоған ашуланды. Ал Мелек болса әкесінің көлігінде кетіп бара жатырып, ризасың ба? Ағама қарсы куәлік бердім. Сенің бөлмеңе кабинетіне кіргенінде айттың деді. Сен бүгін көз жасыңды тыйда, әдемі көйлектерін киіп дайындал. Кешке Илмазбен некеңді қиясын. Және де екеуің бір-бірін ұнатқандарыңды айтасың деді.
Ал Бехрам болса Кенжоның кешелі бер телефоны сөндірулі екенін таппай жатқанын айтты. Және де мына есіктің алдында Такирдің адамдары қайда деді. Оларда ізім қайым жоқ болды деді. Ал Бехрам болса Макинордың есігін алдына келді. Макинор гүлдің ыдыстарын жинап жатқан еді. Бехрам үнсіз қарап отырды да, Макинор дегенде Макинор Бехрамды көріп шоши түсті. Макинор қорықпа, саған тиіспеймін деді. Сенің босанғаныңды балаң бар екенін білем. Алтынай перзентханасында босанған екенсің. Баланы саған берді ме деді. Берген жоқ дегенде басын изеді. Мен саған сол баланы тауып берем, сөз берем деді. Ал Мелек үйіне оралғанда Гүлисан алдына шығып, Мелек, бұл қалай болғаны? Сен Кенжоны сүймейтін бе едің? Кенжо екеуің не боласыңдар енді? Сен Илмазға тұрмысқа шықпақшың ба дегенде Мелек үн-түнсіз жоғары көтеріліп кетті. Ал Доған мен Шағла жоспар құра бастады. Сол кезде Шағла Мелекті құтқаратынын айтты. Бірақ Доған оның қатерге бас тіккенін қаламады. Мен бұл жерден қалайда қашып шығуым керек деді. Қалай шығасың деді Шағла. Дәрігерлігімнің арқасында деді. Ал Илмаз болса Мелекке әдемі ақ көйлегін әкелді. Және де Мелекке барғысы келетін айтқанда Синан ағасынан сұра деді Ламия тәтесі. Бұндай адамға қалай рұқсат бермейін? Бұндай кеу балаға деді. Бұл мені өлтірмекші болды. Бірақ алдыма келіп, бірде-бір кешірім сұраған жоқ. Өз кінәсінде мойындайтын адамға ұқсамайды деді. Мелек бұны сүймейді де ғой деді. Сол кезде үй ішіндегілер барлығы тым-тырыс. Илмаз да Синанға келіп, Синан, сенде Доғанның күйін кешпе деді. Ал Нұргүл болса Мелектің көйлегін өзіне бүйтіп былайда көріп ұнатты. Мелек, қарашы, саған қатты ұнайтын сен қалағандай көйлек қой деді. Есіңді жишы Мелек деді. Сол кезде Илмаз бөлмеге кіріп, екеуміз бір-бірімізді шын ұнатамыз, шын жақсы көріп үйренісіп кетеміз. Біздің қалауымыз болады деді. Фильмнің жалғасы бар.